Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Біз өткен сабағымызда жалпы оқыту әдістерімен танысқан болатынбыз және оларды жіктеу мен тиімді таңдаудың ережелерімен таныстық. Ал бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы оқыту әдісінің бір түрі таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер. Оқушылардың белсенділігіне қарай Скатки мен Лернер түсіндірмелі хабарлау әдісі, репродуктивтік әдіс, проблемалық баяндау әдісі, эвристикалық әдіс деп 4 топқа бөліп қарастырған. Және соларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Түсіндірмелі хабарлау әдісі. Бұл әдіс арқылы оқушылар ақпараттарды меңгереді. Оны басқаша ақпараттық рецепция, яғни ақпаратты қабылдау әдісі деп те атайды. Осы әдіс арқылы мұғалім дайын ақпараттарды оқушыларға түрлі құралдармен түсіндіреді. Ал оқушылар ақпараттарды түсініп, естерінде сақтайды. Оқушылар мұғалімнің іс-әрекетін қайталайды, тыңдайды, көрнекіліктеріне қарайды, заттармен жұмыс істейді, оқиды, бақылайды және жаңа оқу материалдарын бұрынғы білімдеріне қосады. Түсіндірмелі иллюстративтік әдіс арқылы адамзат жинақтаған тәжірибені аз уақыт ішінде беруге болады. Оның пайдасы ғасырлар бойы тексерілген және көп елдерде қолданылады. Көп ғасырлар бойы білім беру үшін мұғалімнің сөзі, оқу кітаптары, жұтаңдау көрнекі құралдар қолданылады. Қазіргі ақпараттар техника құралдар арқылы да берілуде. Олар арқылы ғалымдармен, жазушылармен, суретшілермен, әртістермен және конструкторлармен кездесу өткізуге болады. Бұл әдіс оқу кинолары, телехабарлары, зат және құбылысты жақсы қабылдап түсінуге көмектеседі. Түсіндірмелі иллюстративтік әдіс бастауыш мектептерде кең тараған. Ол арқылы білім дайын күйінде беріледі. Мұғалім материалдарды қабылдауға көмектеседі, ал оны оқушылар түсініп, естерінде қалдырады. Бұл әдісті шектен тыс қолдануға болмайды. Бұл әдіс әңгіме, түсіндіру, дәріс, кітап, көрнекі құралдар және қосымша құралдар арқылы жүзеге асырылады. Келесі репродуктивтік әдіс. Бұл әдіс арқылы мұғалім оқушының іскерлігін және дағдыларын қалыптастырып, тапсырмалар беріп, өзі меңгерткен білімді, үйреткен іскерлік дағдыларын оқушыларға қайталатады. Оқушылар мұғалімнің есебіне ұқсас есептерді шығарып, тіл сабақтарында үлгі бойынша жіктейді, есептейді, жоспарын құрып, мұғалімнің нұсқауымен, станоктармен жұмыс істеп, химиядан, физикадан тәжірибе жасайды. Репродуктивтік әдіс мұғалімнен ұйымдастырушылық қабілетті талап етеді. Білімнің көлемі көп болғанда репродуктивтік әдіс түсіндірмелі иллюстративтік әдіспен бірге қолданылады. Репродуктивтік әдіс кинодан үзінділер, сызбалар, көрнекіліктер, тәжірибелік әдістер және сөздіктермен жүзеге асырылады. Репродуктивтік әдіс бағдарламалық оқытумен тығыз байланысты. Ол арқылы тәжірибелік жұмыстар атқарылады. Оқушылар өз бетімен меңгере алмайтын, олар үшін мүлдем жаңа тақырыптарды репродуктивтік әдіспен беру керек. Аталған әдісті шектен тыс қолдану жаттандылыққа келіп, оқушының шығармашылығын, ақыл-ойын дамытпайды. Себебі репродуктивтік әдісті қолданғанда оқушылар үлгі, нұсқау бойынша жұмыс істейді. Келесі әдісіміз проблемалық баяндау әдісі. Бұл әдісті қолданғанда оқушылар орындайтын іс-әрекеттен шығармашылық іс-әрекетке көшеді. Бастауыш мектептің оқушылары мәселелік міндеттерді өз бетімен шеше алмайды. Сондықтан мұғалім оларға мәселені шешу жолдарын көрсетеді және мәселені тоқтай өзі шешеді. Оқушылар мәселені шешпесе де, танымдық қиындықтарды шешу жолдарын көреді. Мәселелік әдістің орта және жоғары сыныптарда пайдасы көп. Мысалға, тоқты күшейту және әлсірету үшін, температураны көтеру және түсіру үшін не істеу керек деген сұрақтар мәселелік сұрақтар болып табылады. Проблемалық жағдаятты тудырудағы мақсат оқуды қиындату арқылы оқу материалдарын меңгерту және баланың ақыл-ойын жұмыс істету. Оқылып отырған құбылыстың сызбасы, диаграммасы жасалады. Оқушылар шығармашылық жұмыспен істеп, білімдерін емін-еркін естеріне түсіреді.
Проблемалық әдіс оқушылар тапқырлыққа, қарама-қайшылықтарды түсінуге, болжамдар айтуға және дәлелдерді келтіруге, шешім табуға үйретеді. Қиын жағдаят мәселені шешуге керекті білімдерді, ақыл-оймен жұмысына қабілетті, үлкен белсенділікті талап етеді. Оның оқушылар өз беттерімен немесе мұғалімнің көмегімен шешеді. Бұл әдіс сұрақтар қою арқылы, болжам айту және дәлелденбеген пікірлерді талдату арқылы жүзеге асады. Келесі біздің соңғы әдісіміз эвристикалық әдіс. Эвристикалық әңгіме үшін құрастырылған сұрақтар мәселелік сипатта болады. Оқушылар ізденеді, шығармашылықтарын көрсетеді. Оқушылар жеке мәселелік сұрақтарды шешсе, онда ішінара ізденіс әдісінің қолданылғаны. Мұғалім тапсырма әзірлеп, оның қай жерлерін оқушылар зерттеу арқылы орындайтынын белгілейді. Зерттеу әдісі шығармашылық жұмыс тәжірибесін жақсы үйрену үшін қолданылады. Зерттеу әдісі арқылы оқушы білімін қолданып, ғылыми таным әдістерімен жұмыс істеп, үйреніп және жаңа мәселелерді шешу тәжірибесін жинақтайды. Оқушыға мәселені өз бетімен шешуге үйрету үшін оған шағын зерттеу жұмыстарын беру керек. Мұғалім картиналар, құжаттар көрсетіп, оларға сұрақ қоюды ұсынады және фактілерден қорытынды шығартады, ұсыныстарды айтқызады. Эвристикалық әдіс арқылы сабақ өткізетін мұғалім алдын ала мәселені шешуге алып келетін оқушылардың білімдерін еске түсіртетін сұрақтар әзірлейді. Бүгінгі дәрісімізге берілетін үй тапсырмасы таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістерге салыстырмалы сипаттама беру. Екінші тапсырма реферат, оқушылардың белсенділігін арттыратын әдістер, яғни оқу диалогы, дискуссия, іскерлік ойындар, тренингтер тақырыбында рефераттар жазамыз. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.